Сәлем, тек футбол арнасының көрермендері. Ұлы футболшылар жайлы ақпарат айтатын айдарды бастамақпыз. Сонымен бүгін біз жасыл алаңда атой салған қайырымды жан Мұхаммед Салах жайында айтамыз. Нагрик, Мұхаммед Салах туып өскен Египеттегі шағын ауыл. Бұл жақта кейіпкеріміздің атымен аталған мектеп бар көрінеді. Тіпті жуық арада жастарға арналған сауық орталығы да ашылады деген ақпарат бар. Жоқ, бұл сіз ойлағандай Салахтың жеке бизнесі емес. Ауыл мэрінің айтуынша, мұндағы жұртшылық оны мақтан тұтады. Себебі өз туған жеріне жасаған жақсылығы орасан зор көрінеді. Мәселен, бағасы миллионға жуық мектеп орнатып, Базион ауруханасындағы вентиляциялық бөлмелер, препараттар, көліктер, соның ішіне жедел жәрдем көлігіне дейін ақшасын аямай жұмсаған екен. Нагрик балаларының арманы жалғыз. Ол Салахқа ұқсап әлемдік аренада доп тебуі. Көшеге шықсаңыз, әр балақайдың жидесінде оның фамилиясы. Ал Мұхаммедтің бала кезден арманы Ливерпуль сапында жасындай жарқылдау еді. 8 жасында үйде отырып PlayStation арқылы Мерсисайдтық команданы таңдап арманның жетегіне еретін. Армандар орындалады, тек тынбай еңбек етсең әрине. Арада 17 жыл уақыт өтіп, Салах әйгілі ағылшындық ұжымның сапын толықтырды. Салахтың алаңдағы позициясын білеміз. Оң қапталдағы фланг арқылы оза шауып, қарсыластың қорғанысын бұзып жару. Бірақ оның осыдан 10 жыл бұрын Аль-Макавлум командасы сапында латерал қорғаушы болған білесіз бе? Ол уақытта команда 3-5-2 сызбасы арқылы алаңға шығып, ал Африка королі бұл тактикада сол жақ қорғаушы немесе сол жақтағы орталық қорғаушы қызмет атқарған. Египет құрамасы африкалық ойындарға дайындық мақсатында Швейцарияға ұшып барған болатын. Базель клубының базасында жергілікті командамен жолдастық кездесу өткізу жоспарланған еді. Египеттіктер бұл матчта 4-3 есебімен жеңіске жетіп, ойынға тыңнан қосылған Салах 2 доп соғады. Сол жерде базельдіктер бұл ойыншыны қатарларына қосылуды қалаған екен. Осылайша оның Еуропаға жорығы басталды. Мод Чемпиондар лигасындағы дебюттік ойындарын Базель сапында бастады. Мольдеге қарсы матчта олар жеңіске жеткенмен келесі кезеңде румындық Клужға есе жібереді. Артынша Салах өз мансабындағы бұл таңдауына наразы болып, египеттік журналистер оның осы қадамы тек Чемпиондар лигасы үшін болғандығын алға тартты. Дегенмен ендігі аялдама Швейцария чемпионаты. Алпауыт ұжымдардың назарына ілігу үшін мұнда тек аянбай тер төгу қажет. Маусым Салах үшін керемет аяқталды. 10 гол соғып, 11 мәрте нәтижелі пастың авторы атанды. Базельмен чемпиондық атаққа қол жеткізген ол Швейцарияның ең үздік жас ойыншысына берілетін сыйлығын еншіледі. Ұжымды марапаттау үшін өткен гала кеште Салах өзіне бұл сыйлығын табыстаған бикештің мойнынан сүйгені үшін Египет басқаларының наразылығына тап болды. Газет беттерінде оның бұл қылығы ұлттық дәстүрлеріне мүлдем жат дүние екендігі алға тартылды. Саяси және ислами көзқарастар Салахты айналып өтпеді. 2012 жылы Базель Чемпиондар лигасы аясында израильдік Маккабимен жолығатын болды. Израиль мен Палестина арасындағы саяси жайттан хабары бар Салах бұл ойында қарсылас команда ойыншыларымен қол алыспайтындығын хабарлады. Алғашында мүлдем алаңға шықпауды жөн санаған ол Египет басылымдарындағы мақалалардан соң ойын өзгертуге мәжбүр болды. Дегенмен өз уәдесінде тұрды. Ол кездесу алдындағы қол алысу рәсімі кезінде ағытылған бауларын байламақ ниетте отыра қалған екен. Ал алаңдағы қақтығыстар сәтінде қарсыластың ұсынған қолын алмай иығынан ұстап көтерілген. Нәтижесінде Базель жеңіске жетіп, Салах өз ойын білдірді. Сионистік жалаушыларға Чемпиондар лигасында орын жоқ екендігін айтқан екен. Базель сапында жүрген Мұхаммед жергілікті мешіттердің біріне мұсылмандық парызын өтеу үшін жиі ат басын бұратын. Ал ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілген сәтте мүлдем су ішуді доғарған кездерде болған. Неліктен бұлай ететіндігін сұраған жандарға Рамазан айының талабы екендігін айтады. Клубтағы асхананы өз ыңғайына қарай икемдеген көрінеді.
Өзінің неке қию мерекесіне Салах бүкіл Нагрик жұртшылығын шақырды. Ал қызының есімін Макка деп қойғандығынан хабарыңыз бар ма? Алғашында оны қажылық өтетін қасиетті мекен Мекке қаласының құрметіне Мекки деп қойғысы келген болатын. Бірақ әйгілі желілік казино Мекка Бинго атауына ұқсап кететіндігі есіне түсіп, бұл ойынан бас тартады. Салахтың жолы болмаған ұжымы Челси. Бұған басы себеп клуб қожайыны Роман Абрамовичтің діни көзқарасы ма, әлде басқа ма, ол жағы белгісіз. Мо өзінің бұл сапарын былайша сипаттайды. Челсиге балақай болып келіп, Жозе Мауриньо оған есеуге еш мүмкіндік бермеді. Алғашқы маусымнан ақ ол ағылшын премьер лигасындағы орта көрсеткіш бойынша ең жылдам ойыншы атанғанымен алаңға өте сирек шығатын. Мауриньоның ойын үлгісіне мүлдем келмеген оны португалиялық маман қорғаныстағы сауаттылығы төмен деп сипаттады. Айтпақшы, дәл осы кемшілігін Юрген Клопп айтқан болатын. Осылайша Салах Лондонда ұзақ тұрақтамады, небәрі 1 жыл. Артынша Челси Хуан Квадрадоға назар аударып, командаға қосты, ал Салахты Фиорентинаға жалға береді. Мұнда оның бағы жан тесекте болады. Әрбір екінші ойын сайын гол соғып, тіпті Ювентустың қақпасына дубль жасайды. Артынша сәждеге бас тіреп, Порт Саид стадиондағы құрбандарды еске алмақ ниетте 74 санын көрсетеді. жылдың жазында басбапкер Винченцо Монтанелланың Фиорентинадан кетуі Мохаммед үшін де басқа клуб іздеуге себеп болды. Ендігі межесі Римдік Рома еді. Мұнда 2 жыл жарқылдаған соң армандаған ұжымы Ливерпульге қосылады. Мерсисайдтықтардың ішкі мәселелері көп, бірақ ашқасқырдай алға ұмтылған жылдам шабуыл жүйесі Ливерпульдің визит карточкасы еді. Мохаммед Салахқа бос кеңістік берсең, ол еш кешірмейді. Және бұл сөзімізге дәлел оның жеке статистикасы. Қызылдарды жарты маусымда біраз жеңілістерден аман сақтап қалды. Желтоқсанға дейін 17 голды еншісіне жазған. Осы уақытқа дейін Мерсисайдтық команда үшін Луис Суарестен кейін ешбір ойыншы тіпті 15 гол соқпаған екен. Чемпиондар лигасының алғашқы 3 турында Салах 2 мәрте турнирдің үздік ойыншысы атанды. Мәскеулік Спартакқа қарсы ойындар оның маусымдағы ең үздіктері болса керек. Ресейлік ойыншылар Георгий Джекия мен Илья Кучопов египеттіктің керемет жылдамдығын атап өтті. Салах құдды бір Мәскеу-Питер бағытындағы пойыз секілді. Алға жылжыды ма, оған жетуің енді мұң. Міне, олардың ойы осылай. Күзде Мохаммед Салах бүкіл Египет халқының арманын орындады. Өзінің ұлттық құрамасын әлем чемпионатына алып шықты. Конголықтарға қарсы ойындағы шешуші голды ол 96 минутта соғып, бүкіл мысырлықтарды есінен адастыра жаздады. Тіпті жергілікті мұнайлы магнаттардың бірі бұл голдан соң оған тамаша жағдай жасалған вилланы сыйға тартатындығын жеткізді. Бірақ Мохаммед бұл сыйлықтан бас тартып, одан да осыған жұмсалатын қаражатты туған жері Нагриктің игілігіне аударуды өтінеді. Міне, ақшаның артынан емес, арманның қанатынан ұстауды жөн санайтын Мохаммед Салах осындай тұлға.